Барлықтарыңызға Алланың сәлемі болсын. Каналға тіркеліп, қолдау білдіруді ұмытпаңыздар. Сүлеймен пайғамбар. Дәуіт пайғамбардың, оған Алланың сәлемі болсын, 19 ұлы бар болатын. Солардың бірі Хазірет Сүлеймен еді. Дәуіт пайғамбар қайтыс болғанда, Сүлеймен небәрі 12 жаста болатын. Оның қалған бауырлары жиналып, патшалықты қаршадай жасына қарамастан Сүлейменге берді. Ол жас болса да ел арасында парасаттылығы, зеректігі және дінді өте терең білгендігімен танымал болды. Сондай-ақ Хазірет Сүлейменге сиқыршылардың сиқырын бұзатын, әрі құстың тілін білетін ілім берілген еді. Сүлеймен патша таққа отырған сәттен бастап Ақса мешітін тұрғызуды қолға алды. Құрылысқа адам және жындардан мықты шеберлер мен ұсталарды жинады. Бұлардың арасында шайтандар да, әрі олардан дәріс алған адамдар да бар болатын. Осы адамдар күндердің бірінде адам мен жынның шайтандарын Хазірет Сүлейменге қарсы айдап салып, ел ішінде бүлік шығарады. Тіпті Сүлеймен патшаның тағына дейін тартып алды. Әйтсе де Сүлеймен бұған ешқандай қаймықпай, қайта өзінен қателік кеткенін сезінді. Бір күні Хақ Тағалаға: «Ей Раббым, менен өзге ешбір жанға нәсіп болмайтын дүние мүлік пен патшалық бер» деп дұға етеді. Хақ Тағала оның дұғасын қабыл етіп, өз қалауынан да артық несібе берді. Сүлеймен пайғамбарға желдің өзі бағынып, оны тағымен қоса қалаған жеріне апаратын болған. Желдің жылдамдығы таң атқаннан күн батқанға дейін 2 айшылық жол еді. Сүлеймен шеберлерін жинап, елінде балқыған мыстан бұлақ ағызды. Оған берілген тағы бір нығмет бар болатын. Ол өзіне қарсы шыққан адам мен жындардың аяқ қолдарын шынжырлап, оларды теңіз астынан інжу маржан шығаруға, қалалар салуға пайдаланды. Олардың ешбірі сол тұтқыннан қашып құтыла алмады. Кез келген жын яки адам сол жерден қашатын болса, оны дереу жалындаған от күйдіріп азаптайды. Жын мен адамнан құралған мықты шеберлер Сүлейменнің бұйрығымен сәулетті құрылыстар, мүсіндер, көлдей ыдыстар және тай қазандар жасаған. Хақ пайғамбар тағына қайта отырған соң 3 бөлек әскер жасақтады. Бұлар жын, адам және құстардан құралған жер қайыстырған қалың қол еді. Ол осы қалың қолын бастап, желге мініп, қалаған жеріне баратын. Бірде ол Ақса мешітін бітірген соң қажылық үшін Меккеге барды. Қайтарда Таифтан өтіп бара жатып, бір қойнауға кезікті. Сол жерде құмырсқаның илеуі бар еді. Олар өз ризықтарын жинау үшін қойнауға жайылып кеткен болатын. Сүлейменнің қалың қолын көрген құмырсқа патшайымы: «Уа құмырсқалар, тезірек илеуге қайтыңдар. Мына жақтан Сүлеймен патшаның жер қайыстырған қалың қолы келе жатыр. Егер сендер тезірек жасырынбасаңдар, олар езіп, жаншып өте шығады. Қанеки, тездетіңдер» деп дауыстайды. Хазірет Сүлеймен жан-жануарлардың тілін түсіне алатын. Ол құмырсқаның сөзін естіп, күлімсіреді де: «Раббым, маған және әке-шешеме рахым еткен нығметтеріңе шүкір етуімді, әрі өзің разы болатын іс істеуімді нәсіп ет те, өз рахымыңмен салихалы құлдарыңның арасына қоса көр» деп дұға етіп шүкіршілік білдіреді. Әрі қарай сапарын жалғастырған Сүлеймен патша түске қарай Сан деген жерге келеді. Ол жер қатты ұнағандықтан сонда түстенбекші болады. Алайда су таба алмайды. Сүлеймен патшаның әскерінің ішінде Хұд-Хұд деген құсқа шөл далада су табу міндеті жүктелді. Ол су тапқан кезде сол жерде айналып ұшып жүріп алатын. Осы жолы ол ұшып жүріп, өзіне ұқсас бір құсты көріп, қасына қона кетеді. Екеуі бір сәт шықылықтап тұрды да, жұптасып бір жаққа ұша жөнелді. Сол уақытта Сүлеймен патша Хұд-Хұдқа тапсырма бермек болып жан-жағына қарайды да, көзіне түспеген соң әлгі Хұд-Хұд қайда жүр? Егер ол жоқ болса, әскер сусыз қалады. Ол рұқсатсыз кетіп әскери тәртіпті бұзған үшін қатаң жазаланады. Егер өзінің іс-әрекеті дұрыс деп ойлайтын болса, маған айқын дәлелдерін алып келсін. Әйтпесе оны менің қолымнан ешкім құтқара алмайды деп ашу шақырады. Көп кешікпей Хұд-Хұд та келеді. «Уа патшам, мен сен білмеген бір нәрсені біліп келіп отырмын. Пәлен деген жерде Сәба деген ел бар екен. Олардың патшасы әйел екен. Онда дүниенің түр-түрі бар. Тіпті өзінің үлкен тағы да бар көрінеді. Сөйте тұра өзінің де, халқының да күнге табынып жатқандарын өз көзіммен көрдім. Әзәзіл оларды осал жерлерінен ұстап, ширк істердің барлығын керемет қып көрсетіп, жолдан тайдырыпты.
олар осы бетімен кете берсе тура жолда мүлде таба алмай қалады деп болған жайды баян етеді. Саба елінің патшасы Бәлқис болатын. Саба елі Санға қаласынан тура 3 күндік жер еді. Сүлеймен патша жарайды, сөзің рас па, әлде жалған ба, байқап көрейік дейді де, аздан соң оған бір хат беріп, мына хатымды алып барып, әлгі патшаның алдына таста да сол жерге күтіп тұр. Олардың не жауап беретінін біліп қайт дейді. Құт-құт хатты алып ұша жөнеледі. Ол патша әйелдің қасына барып, хатты тастады да жоғарыда бір жерге барып қонақтап отырды. Бәлқистің 312 кеңесшісі бар еді. Әрбір кеңесшісі 10.000 адамның өкілі болатын. Ол кеңесшілерін жинап, менің алдыма бір хат келіп түсті. Ол хатта хат Сүлейменнен. Рахман рахымды Аллахтың атымен бастаймын. Маған қарсылық көрсетпеңдер. Бағынғандарыңды білдіріп алдыма келіңдер деп жазыпты. Осыған не айтасың дейді. Олар біз мықты қаруланған қалың қолмыз, осал жандар емеспіз. Бірақ бұйрық беру сенің қолыңда. Сен не десең, біз оған әзірміз деп жауап береді. Бәлқис ұзақ ойланып, ақырында сөз жоқ. Патшалар бір елге кіретін болса, сол жерде жермен жексен етіп, елдің ақсүйектерін қорғылады. Біз одан да оған арнайы сыйлық әзірлеп, елшілерімізден беріп жіберейік деді. Бұған барлығы келісті, әрі осыны бұлжытпай орындады. Сүлеймен патша олардың келетінін Құт-құт арқылы алдын ала біліп алған. Елшілер келіп, сыйлығын ұсынғанда ол қаһарланып, сендер маған мал, дүние беріп, көмектескелі жүрсіңдер ме? Аллах тағалаға шүкір, оның бергені сендердікінен әлде қайда көп. Сыйлықтарың өздеріңе. Маған оның лақ терісіндей де қайыры жоқ. Тезірек елдеріңе қайтыңдар. Көп кешікпей, оларды шыбын құрлы көрмейтін жер қайысқан қалың қолмен барып, елдерінен түгелдей қуып, астынан тағын, басынан бағын алып сорын қайнатамын деп қайтарып жібереді. Жаушылар Бәлқиске тездетіп барып болған жайды баяндайды. Амалы құрыған Бәлқис уәзір қолбасшыларын ертіп жолға шығады. Сапарға шығысымен Сүлеймен патшаға шабарманын жіберіп, бағынғалы келе жатқанын хабарлайды. Бәлқис тағын қатты жақсы көретін. Ол жолға шығарда сол тағын сарайдың ең құпия жасырын жеріне қойып, құлыптап кілттерін өзімен бірге алып жүреді. Сүлеймен пайғамбар оның жолға шыққанын мұсылман болуға бет бұрды деп есептеп, мұғжиза көрсетпей-ақ иманға күмәнсіз келуіне бір себеп іздеді. Ол дереу жын мен адамдардың үлкендерін шақырып алып, ей көсемдер, олар маған мойынсынып келуден бұрын әлгі әйелдің тағын араларыңнан жылдам алып келетін біреу бар ма деп сұрайды. Сонда ифрит деген бір жын, оны орныңнан тұрмай жатып алып келемін, рас осыған шамам жетеді деді. Ол сөзін тамамдағанда кітап іліміне жетік бір адам, оны көзіңді ашып жұмғанша алып келемін деп жауап береді. Ол алып келемін демей жатып, Сүлеймен Бәлқистің тағының өз қасында тұрғанын көрді. Сөйтіп дереу Хақ тағалаға шүкіршілік айтты. Бұл жерде жын мен адамның арасында бір жарыстың орын алғанын көреміз. Жындар сол тақты бірнеше секундта алып келмек болады. Алайда ғалым адам оны қас қағым сәтте жеткізбей алып келеді. Негізінде жындар бірнеше секундта 1000 шақырым жерге барып келе алады. Алайда адамда мұндай жылдамдық жоқ. Осы оқиғадан адамның өз ғылымы арқылы жындардан да жылдам қимылдай алатындығын ұғынамыз. Жын мен адам өмірге бір мақсатпен келген. Айырмашылығы жында күш көп, ақыл аз. Адамда ақыл көп, күш аз. Жын бір яки бірнеше тонна жүкті бір өзі көтеріп, бірақ ақылы жүйрік емес болуы мүмкін. Сондықтан да олар адам халифаға бағынады. Кейбір деректерде тақ келген кезде Бәлқистің сарайындағы дауыстар да бірге келген деседі. Бұл Сүлейменге қатысты мұғжиза болғанымен ғылымға ой тастауда. Қазіргі кезде дыбыс пен бейнені бір сәтте қашықтықтан алып келу мүмкіндігі болса, болашақта заттарды да демде қашықтықтан тасымалдау жолға қойылуы мүмкін. Құран бізге осы жаңалықты ишарат етеді. Сүлеймен пайғамбар шеберлеріне бұйрық беріп, тақтың ою өрнегін өзгертіп тастайды. Яғни Бәлқис сол таққа өздеріне тән пұтқа табыну белгісін салдыртқан еді. Сүлеймен патша ол тақтағы барлық күнге табынуға қатысты ою өрнектерді жойып, орнына тәухид бейнелерін енгізген. Бәлқис келгенде оған тағын көрсетіп, тағың осы ма еді деп сұрайды. Ол әрі-бері қарап, осыған қатты ұқсайды. Задында бізге бұрын мәлімет беріліп, бойсынған едік дейді.
Сондықтан оның мұсылман болуына сәл ғана қалған болатын. Хазірет Сүлеймен оны сарайға ертіп кіргізді. Сарайға кірген кезде қауыз жасап, оны суға толтырып, бетін әйнекпен жауып қойған еді. Бәлхис суды көріп, бетіндегі әйнекті байқамай, суды кешпек болып, етегін көтере бастайды. Сонда Сүлеймен патша оған: расында ол әйнектен жарқыратылып жасалған сарай деді. Бәлхис сол сәтте Сүлеймен патшаның дүние мүлік жағынан да, парасаттылық пен сана жағынан да өзінен әлде қайда асқақ, биік екендігін аңғарды. Өзінің осы уақытқа дейін хақтан жырақ мағынасыз ғұмыр кешіп келе жатқандығын түсініп, Сүлейменмен бірге барша әлемнің Раббы Аллахқа мойынсұнып, мұсылман болдым деп тілін кәлимаға келтіреді. Бәлхис иман келтіргеннен кейін онымен еріп келген уәзірлері де, қолбасшылар да, қызметшілері де тұтастай мұсылмандықты қабылдады. Ол жерде көп уақыт тұрып, ислам дінін үйренеді. Бәлхис өзі Сүлеймен патшаға тұрмысқа шығып, кейіннен еліне қайтады. Осылайша Сүлеймен патшаның Құт-құттың дәлелі рас шығып, әлгі құстың арасында Сәбә деген тұтас бір ел жақсылыққа бет бұрды. Құт-құт құстың жәннатқа кіруі де сыры осында жатыр. Сүлеймен патша осындай алып патшалықта табаны күректей 40 жыл бойы хақ тағалаға шүкіршілік етумен күн кешті. Баяғы аяқ-қолы шынжырланып, бүкіл қамалдар мен сарайлар салған жын-шайтандар ол өлгенге дейін соның қол астында ауыр жұмыстар істеп ғұмыр кешті. Хақ тағала олардың бір адамға бағындырып, өздерінің адамзатқа ешқандай әсері жоқ қауқарсыз бейшара екендігін дәлелдетті. Тіпті олар бұрын адамдарға ғайыптан, болашақтан хабар береміз деп алдайтын. Алайда ажал жеткен күні Хазірет Сүлейменнің олардың көз алдарында өлгенін болжағыш бола тұра білмей қалуы өте күлкілі еді. Иә, Сүлеймен патша бір күні таяғына сүйеніп сарай салып, қамал қалап жатқан жындарға қарап тұрған болатын. Жын-шайтандар қастарында бақылап тұрған Сүлейменді көріп, ауыр жұмыстарын дамылсыз істей берді. Бір кезде аяқ астынан ажал жетті де, Сүлеймен патша таяқ ұстаған күйі жан тапсырды. Алайда жын-шайтандар оны өздеріне қарап тұр деп ойлап, жұмыстарын жалғастыра берді. Осылайша бірнеше күн өтті. Сол кезде бір құрт келіп, әлгі аса таяқты кеміріп жей бастады. Уақыт зулап өтіп, бір күні аса таяқ мүжіліп сынды да Сүлеймен пайғамбар таяқпен бір жерге құлап түсті. Жын-шайтандар сонда ғана Сүлейменнің оған Алланың сәлемі болсын бақилық болғандығын аңғарып, аяқ-қолдарындағы кісенді бұзып, жан-жаққа қаша жөнелді. Құранда егер жындар ғайыпты білгенде өздерін текке азапқа салып, ауыр жұмыс істеп қиналмас еді делінген. Сәбә сүресі 14 аят. Аллах тағала осы оқиғадан бізге жын-шайтанның адамды бағындыратындай емес, тым қауқарсыз екендігін ұқтырады. Сүлеймен пайғамбар қайтыс болған соң, ол үстемдік еткен алып мемлекет Яхуда және Исраил болып екіге бөлінеді. Назарларыңызға рахмет. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.